Мен ол кезде колледж оқитын едім. Және де менің жан досым болатын. Біз екеуміз бірге жатақханаға дейін әңгімелесіп бардық. Мен ол кезде жатақханада тұратын едім. Менен досым сұранды, сенмен бірге осында бір күн қонсам бола ма деді. Ал ол жерде орын жеткілікті еді. Мен жарайды дедім. Ол рахмет деді, бірақ бір жерге барып келемін деді. Ол кетіп қалды. Сәлден кейін мен үйге келдім. Менің досым, яғни Мико, ұйықтап қалды деп ойладым. Сөмкемді столдың үстіне қойдым. Ыстық кофе ішкім келді. Енді ішейін деп жатқанда біреу маған қоңырау шалды. Мен телефонды алып қарағанда ол жерде Мико тұрды. Мен түсінбедім. Мико ұйықтап жатыр ғой. Менімен әзілдесіп жатқан шығар дедім. Сонда да тұтқаны көтеріп жауап бердім. Алло деген кезде ол жерде расымен де Мико сөйлеп тұрды. Мынау Мико болса, сонда ана жерде жатқан кім дедім. Жаныма қарағанда ешқандай адам көрінбеді. Мен қатты қорқып кеттім. Ол адам қайда дедім. Алло дедім, бірақ ешкім жауап бермеді. Тұтқанын қойып қойдым. Мен түсінбедім. Қорқыныш бойымды билей бастады. Мен кранға барып қарағанда ол жерде қорқынышты екі адамның суреті тұрды. Кенет свет өшіп қалды. Мен шығып бара жатқанда біреу мені ұстап иығымнан тартты. Ал ол кезде досым жатақханаға пицца алып келген еді. Мен ол кезде есімді де білмедім. Досым пиццаны шығарып жатқан кезде артында бір адам тұрды. Ол адам менің досымды да өлтірмекші болды.